Баршаңызға сәлем, сіздермен Мейрамгүл. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай өте керемет сүзбелі батончиктерді жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін біз өзімізге керекті заттарымызды дайындап аламыз. Бізге керегі сүзбе, қант ұнтағы, ваниль қанты, сары май, шоколад және сұйық май. Бір шұңқыр ыдысымызға сүзбе, қант ұнтағы, ваниль қанты, еріген сары майымызды салып, осыларды блендермен езіп аламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, вилкамен де езіп алсаңыздар болады. Ол кезде енді кішкене жақсылап ұзақ уақыт езуге тура келеді. Бізде жұмсақ осындай әдемі масса шығады. Бұл массамызды жақсылап бір араластырып аламыз дағыны, мұздатқышқа 20 минутқа салып қоямыз. 20 минуттан кейін массамызды алып, осындай таяқшалар дайындап алыңыз. Осы массаны аламыз да кәдімгі құрт сияқты етіп домалақтатып, сүзбелі батончиктерімізді жасап шығатын боламыз. Түпкі жағына осылай таяқшаларды қыстырып қойыңыздар, себебі қазір глазурге батырып алу үшін бізге ыңғайлы болады. Енді жасалу формасы өз қалауларыңыз бойынша домалақ, сопақ, қалай қалайсыздар солай жасауға болады. Міне бәрін жасап алғасын мұздатқышқа тағы жарты сағатқа жібереміз. Оған дейін біз глазур дайындаймыз. Ол үшін осындай шұңқырлау ұзынша ыдыс дайындап алыңыздар. Соның ішіне сұйық майдың үстіне шоколад салып, қысқа толқынды пеште ерітіп аламыз. Еріткенде байқап тұрыңыздар, араластырып тұрыңыздар. Міне біздің жарты сағатымыз өтті, глазурымыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болды. Глазурды кішкене суытып алыңыздар, ыстық болмасын. Батончиктерімізді алып, осылай глазурдың ішіне салып, батырып аламыз. Барлық батончикті осылай батырып шығамыз. Батончиктерді салып болғасын байқасаңыздар, менде кейбіреулері мен таяқтарын сразу алдым, себебі уже қатқан болып шықты. Сіздер байқаңыздар, егер әлі жұмсақ болып тұрса, мұздатқышқа тағы 5-10 минутқа салып алып, содан кейін таяқшаларын алсаңыздар болады. Міне мен көріп тұрғандарыңыздай мұздатқышқа салмай-ақ осы комнатный температурада тұрды. 5-10 минуттан кейін мен уже таяқтарын алып тастадым. Таяқтарын алып, осылай өзіңіз қалаған ыдысқа әдемілеп салып, бәрін қойып алыңыздар. Осылай бәрін қойып алғаннан кейін бізде кішкене глазур қалады. Сол қалған глазурмен мен бетін әрледім. Енді әрлеу жағы әркім өз қалауы бойынша бірдеңе себуге де болады бетіне. Мысалы глазурдың үстінен осы кезде сразу себу керек, әйтпесе қатып қалады. Мен тек осы глазурмен ғана осылай әрледім. Достар, мен видеомды соңына дейін көрген болсаңыздар, арнама тіркеліп кетіңіздер, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Осы сүзбелі батончиктарымызды міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.